Адамдардың өмірінде электр тоғының пайда болуы 100 жылдан астам уақыт бұрын басталған. Оған дейін мыңдаған жылдар бойы адамзат сымдарсыз, розеткаларсыз, шамдарсыз өмір сүрген. Ежелден бері ата-бабаларымыз үшін жылу мен жарықтың негізгі көзі от болды. Адамның отты игеруі палеолит дәуірінде шамамен 3 миллион жыл бұрын басталды. Уақыт өте келе адам оттан алауға дейін жарыққа жол ашты. Алау болса, жарықтандыру құрылғысының ең қарапайым түрі. Бұл бақылаулар нәтижесінде пайда болды. Адамдар шайырлы бұтақтар әсіресе жақсы жанады деген қорытындыға келді. Алдымен жарықтандыру үшін шайырлы ағаштардың бұтақтары талданып, содан кейін оларды майға батырып қолдана бастады. Сондықтан олар ұзақ жанып және жарығырақ болатын. Алау алғашқы тасымалданатын үлкен шам саналды. Адамдар жіңішке және құрғақ бұтақтарды жағу оңай екенін білгеннен кейін бұтақтардың жаңқаларымен алмастыра бастады. Олар шырпы деп аталатын. Жіңішке 1 сантиметрден аз шырпы алу үшін бөренелерді суға қайнатып тұрған шойынның үстінен буландырып, бір ұшынан балтамен немесе пышақпен жарып, содан кейін қолдарымен шырпыларды бөледі. Шырпыны әртүрлі ағаштардың түрлерінен қайын, қарағай, көктерек, емек, үйінкіден дайындаған. Шырпыны шамдалға салды. Қарапайым шамдал ретінде бір ұшы айырқы, ал екінші ұшы үшкір болып келетін соғылған темір білекті қолданды. Үшкір жағымен шамдалды ағаш үйдің бөренелерінің арасындағы тесікке бекітті. Еденге бекітілетін шамдалдарды жасалды. Жарықтандыру кезінде шырпының шамдалға бекітілген оңтайлы бұрышын орнату өте маңызды болды. Егер кішігірім көлбеу орнатылса, сары жалын берді. Ал тым қатты көлбеулетсе, онда шырпы тез жанып кететін еді. Шырпылардың астынан су құйылған ыдыс қойды. Себебі су жарықты шағылдандырып, сонымен қатар құлаған шырпылардың өрт тудыруынан қорғады. Бөлмені жарықтандыру үшін сиырдың, қойдың қарапайым май құйылған шамдал пайдаланылды. Кейін зығырдан, өсімдік талшықтарынан білте орап, май жағып, шамдалға салды. Жалын бұлыңғыр болды. Жану кезінде білтені минут сайын түзетуге тура келді. Білте соңына дейін жанып кетсе де, май тез ағып кетіп отырды. Ыңғайлы болу үшін шамдалға тостаған кейде шәйнектің пішінін берді. Оның шүмегі арқылы білте өткізілді. Расында, білте қатты түтіндеп, жағымсыз иіс таратты. Бірақ сонда да 19 ғасырға дейін адамдар оны қолданып отырды. 15 ғасырда шағын революция болды. Май шамдар шығарыла бастады. Ол үшін балауыз қолданылды. Балауыз ыстық суға қыздырылып, білекше түрінде оралды. Одан кейін оны жалпақтап езіп, шетіне зығыр немесе қара сора таяқшаларынан жасалған білте орнатылды. Содан кейін қайтадан білекше түрінде оралды. Балауыз шамдар халықтың бай топтарына қолжетімді болды. Олар өз үйлерін тек маңызды салтанаттар мен үлкен мерекелер кезінде жарықтандыру үшін пайдаланған. Жай күндері әдетте олармен ауыз үйге немесе еден асты қоймаға кіру үшін қолданылды. 1830 жылдары парафин мен стеарин шамдары пайда болды. Содан кейін бұл екі затты араластырып, нәтижесінде суықтай сығымдау арқылы майшамдар жасала бастады. Бұл өнімділікті арттырды. Қазіргі замандағы шамдар дәл осы түрде. Шамды оңай ұстау үшін шам ұстағыштар қолданылды. Ежелгі заманнан бері қазіргі кезге дейін шам ұстағыштар әйнектен, керамикадан, ағаштан, мыстан, қоладан және басқа да материалдардан жасалған. Майшамдарды шам ұстағыштардың жоғарғы жағында тостаған түрінде жасалған тұғырыққа орнатты. Мұндай тұғырықтардың саны қолданылу мақсатына байланысты болды. Шам ұстағыштардың тұғырықтары неғұрлым көп болса, соғұрлым көбірек майшамдар орнатылды, яғни соғұрлым жарығырақ болды. Майшамдарды 19 ғасырдың ортасында пайда болған керосин шамдары алмастырды. Бұл керосиннің жануы негізінде жұмыс істейтін шамдар. Шамның жұмыс істеу принципі қарапайым. Керосин құйылады, оған білте салынады. Кейін білтенің екінші ұшы қыздырғыштағы көтеріліп отыратын құрылғыға қысыла бекітіледі. Қыздырғыштың үстіне шам әйнегі орнатылады. Ол бірден екі функцияны орындайды. Тарту күшін қамтамасыз етеді, сонымен қатар жалынды желден қорғауға қызмет етеді. Жалынның биіктігі бірден 2,5 см дейін ұстап тұру керек.
төменгі биіктігі жарықтың күшін азайтады, ал үлкені түтіндеуге әкелуі мүмкін. Керосинді толық жанып кетпеуі үшін үнемі құйып тұру керек. Керосин шамдары 20 ғасырдың 30 жылдарына дейін белсенді түрде қолданылды. Керосин шамы қазіргі кезде электр энергиясы жүргізу мүмкіндігі жоқ немесе проблемалар болатын кез келген жағдайда қолданылады. Саяжайлар, жеке учаскелер, жеке үйлер, шалғай ауылдық аймақтар. 1876 жылы электр шамын ойлап табу адамзат тарихындағы ең үлкен жаңалықтардың бірі болып табылды. Бұл энергетика саласындағы төңкеріске, өнеркәсіптегі ең үлкен өзгеріске, жалпы электрлендіруге әкелді. Бүгінгі таңда әлемде электр қуаты жоқ жерді табу қиын. Ол адам өмірінің ажырамас міндетті бөлігіне айналды. Алайда электр шамын бірінші болып кім ойлап тапты деген сұраққа нақты жауап беру мүмкін емес. Электр шамының пайда болуына Петров, Яблочков, Эдисон, Ладыгин және басқа да көптеген өнертапқыштар өз дарынын, ақыл-ойы мен еңбегін қосты. Кеңес үкіметінде қыздыру шамын Ильич шамы деген лақабат ат берілген еді. Ильич шамы ұғымы ол КСРО-да электрлендіру жұмысын жүргізумен қатысты болды. 1920 жылдың басында Ресейде электрлендіру жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылды. Ильич шамы бұл жоспардың өзіндік белгісі. Ескі мұрағаттағы суреттер өткен ғасырдың 20 жылдарындағы ауылдардың көрінісін береді. Тым-тырыс, қараңғы ауылда кенеттен жарық жанды. Шамның төбеден салбырап, әрең дегенде жанып тұрғаны ештеңе етпейді. Өйткені бұл үлкен игілік, бұл прогресс, жақсылыққа деген үміт. Бүгінде Ильич шамдары көбінесе төбеден салбырап тұрған кез келген қыздыру шамын білдіреді. 20 ғасырда электр қыздыру шамына қарсы келетін лайықты бәсекелес болған жоқ. Тұрмыстық жарықта серпіліс тек 1976 жылы өнертапқыш Эд Хаммер түбегейлі жаңа шамды ұсынған кезде жасалды. Ол кейіннен энергияны үнемдеу деп аталды. Бүгінгі таңда электр лампасының стандартты қызметті ету мерзімі 1000 сағатты құрайды, ал энергияны үнемдейтін шам бірнеше ондаған 1000 сағатқа жетеді. Шамдар нарығында жарық диодты, люминесцентті сияқты көптеген жаңа түрлер пайда болуда. Осылайша, от пен қарапайым электр жарығын ондаған сәтті өнертабыстар болып тұр. Бірақ жарық тарихы мұнымен аяқталмады. Ол прогресспен бірге алға жылжуда. Біз бүгіннің өзінде кейде электр қуаты өшіп қалғанда терезелерімізді жыбылықтатып көрінетін майшам жағып өткенге оралып отырамыз.